Social media Палестинаны қолдайтын жастардың наразылығына толуда. Палестиналықтар бізге қажет, көмекке мұқтаж. Олардың дауысын есту үшін біз өз дауысымызды естіртуіміз керек. Қарсылас тараптың сөздеріне қарамастан қарсылық тудыруымыз қажет. Палестиналық адамдар және олардың саяси құқықтары үшін бүгін біз сырттамыз. Палестинаны таң қалдырған негізінде Палестинаны құшақтайтындардың көпшілдігі еді. Израильге қарсы Z Generation, яғни Z ұрпағынан болған 5000 жасөспірім отбасы ауруханалар жастарға гуманитарлық көмек берді. Олар бұқаралық ақпарат құралдарын әділетсіз деп санайды. Палестиналық хабарламалар күн сайын ұрпақ Z арқылы әділеттілікті жақтайтын бүкіл әлемдік наразылықты білдіру үшін әлеуметтік желі арқылы өз дауыстарын бүкіл жаһанға паш етеді. Қала орталығында бұл қолдауды аяқтау үшін қысымға арналған кампустер бар болатын. Оларды қамтамасыз ететін атақты Голливуд жұлдыздары. Егер сіз әлеуметтік желіде Палестинаны қолдайтын кез келген ақпарат тарататын болсаңыз, Израиль сіздің әлеуметтік белсенділігіңізге нүкте қойдыру үшін сізге қоқан-лоққы көрсете бастайды. Сондықтан көп жастар мұсылман болсын, болмасын, бұл тұрғыда Израильдің үстемдігінен қорқады. Соған қарамастан, көпшілік Израильдің жазықсыз адамдарды бомбалап жатқан, жүк көлігі үстінде жатқан өлі балалардың, жаңа туылған нәрестелердің аяусыз қырылулары, аурухана толған адамдардың адами өмірлік құқығы әлемге паш еттіруде. Қашан бұл қырғын тоқтатылады? Қашан еш соғыссыз, қуғынсыз күн өткізе алады? Қашан балалар мектепке бара алады? Оларда тіпті таза ауыз су жоқ, азық тапшы. Қашан мешіттер бомбалануы тоқтатылады? Олар адамзат құқығымен ойыншық секілді ойнауда. Әлемдік әйгілі университеттер сөз бостандығы туралы, журналистер бостандық құқықтары туралы жарыса жазады. Бірақ Палестинаға келгенде елеусіз қалдыруы арқылы бұл құқықтарды бұзады. Израильдіктердің тыйым салынған қарулармен миллиондаған адамдарды қырып жойып жатқаны бұл жалғыз Палестинаның емес, бүкіл әлем жастарының ар-ұжданы. Адамдар Израиль өнімдеріне бойкот жариялауда. Адамдар өз елдерінде отырып Палестинаға қолдау білдіруде. Израиль осылайша ұйықтаған адамдарды оятуда. Болып жатқан көріністер жастарды бейжай қалдырмауда. Осылайша ақш, Еуропа және көптеп елдер исламды тануда. Яһудилердің әділетсіз қысымдарын көруде. Біз қазір Құранға қызығатын христиандар емес, тиктокта Құран оқитын мұсылмандармыз. The world gets to know Islam as it sees this oppression. Ақпаратты жеткізушілердің өздері мұсылман болуда. TikTok influencers are becoming Muslims in адамдардың droves. жүрегін осы Allah ащы is opening people became birds of қатыгездікте paradise. жұмақ They are now others тұстарына have risen айналып to жатқан the rank of балалар martyrdom. арқылы көкірек What can frighten a көздерін community исламға that ашуда. clings to Әлем the Quran соғысқа and faith and қарамастан embraces Құран with мен a smile? иманға жабысқан This палестиналық resistance has been an мұсылмандарды awakening көру for the үшін whole Израильге world. асығып жатыр. Israel, you proved how America deceives its people. You proved how monstrous the Zionists are. You showed the power of Gaza. And you introduced Islam to the whole world. Thanks to you, people met the Quran. And the whole world is rushing to Islam. And Israel, you have lost.